Саламатсыздар ма, құрметті тыңдарман? Бүгін физикадан термодинамикалық жүйелер және термодинамикалық параметрлер, термодинамикалық жүйелердің тепе-теңдік емес күйлері деген тақырыпты өтетін боламыз. Сіздерге бұл тақырыпты өтетін Қазалы агротехникалық колледжінің физика пән оқытушысы Оспанова Айнұр Өмірзаққызы. Бізді қоршаған әлемнің қыры мен сырының соншалықты көп екені баршамызға анық. Бізді сан алуан денелердің орасан зор мөлшері қоршап тұр, және олардың өлшемдері мен пішіндерінің әр түрлілігі таңдай қақтырады. Бұл денелерді физикада макроскоптық денелер немесе жай ғана макро денелер деп атайды. Макро денелерді сипаттау үшін физикада айрықша физикалық шамаларды, параметрлерді қолданады. Бүгінгі тақырыбымызда молекулалық физикада жылу құбылыстарын зерттеудің бір әдісі термодинамикалық екені белгілі. Сондықтан бүгін термодинамика дегеніміз не деген сұрақтан бастайтын боламыз. Жалпы термодинамика дегеніміз не екен? Термодинамика дегеніміз заттың ішкі құрылымын ескермей, энергетикалық түрленулердің негізінде жылулық құбылыстарды зерттейтін физиканың бөлімі екен. Термодинамика деген сөздің өзі гректің сөзі. Термо – жылу және динамис – күш деген мағыналы сөздердің қосындысынан алынған. Термодинамикалық параметрлер деп макродененің күйін сипаттайтын физикалық шамаларды айтады екенбіз. Оған қысым, көлем, температура жатады. Біз осы уақытқа дейін бұл үш физикалық шамамен таныспыз. Ал термодинамикалық параметрлерді осы үш физикалық шама сипаттайды екен. Дене бір күйден екінші күйге өткенде, оның термодинамикалық параметрлері өзгереді. Мұндай кезде дененің белгілі бір күйі жайлы емес, өтетін процесс жайлы сөз етеміз. Сонымен термодинамикалық процесс дегеніміз қандай да бір термопараметрдің өзгеру құбылысы, немесе жүйенің бір күйден екінші күйге өтуі екен. Термодинамиканың негізгі ұғымдары зерттелетін жүйенің ішкі құрылымы, жүйе жөніндегі көзқарастың көмегімен емес, тәжірибеде негізінде енгізіледі. Термодинамиканың негізгі ұғымдарының бірі термодинамикалық жүйе ұғымы. Яғни, макроскоптық параметрлердің сандық сипатын беретін кез келген химиялық құрамдағы және кез келген физикалық денелердің жиынтығы. Барлық макроденелер микроденелерден тұрады, яғни барлық денелер атомдар мен молекулалардан тұратыны баршамызға аян. Макроденелердің де өз сипаттамалары бар. Демек, оларға молекуланың көлемі, молекуланың массасы, молекуланың жылдамдығы, молекуланың концентрациясы, немесе атомның көлемі, атомның массасы, атомның жылдамдығы дегендеріміз жатады екен. Макроденелерде өтіп жатқан процестердің осы макроденені түзетін микроденелердің параметрлердің өзгерісінен туындайды екен. Кез келген термодинамикалық жүйе параметрлердің екі тобымен сипатталады. Интенсивті термодинамикалық параметрлер және экстенсивті термодинамикалық параметрлер. Интенсивті термодинамикалық параметрлер кезінде қысым, температура және басқасы өзара байланысты болады. Жүйедегі бөлшектердің саны мен массасына тәуелді болады екен ол кезде. Ал экстенсивті термодинамикалық параметрлерде жалпы энергия, энтропия, ішкі энергия дейді. Яғни жүйедегі бөлшектердің саны мен массасына тәуелді болып табылады. Термодинамикалық жүйеде белгілі бір құбылыстағы қасиеттері қарастырылатын кез келген дене немесе денелер жиынтығы алынады. Демек, термодинамикалық жүйе оқшауланған, жабық және ашық болып бөлінеді екен.
біз қарастыратын оқиғалардың барлығы жабық жүйе немесе ашық жүйеде болып жатқан оқиғалар екен. Жабық жүйе сыртқы ортамен ешқандай зат алмасу да, энергия алмасу да болмайды. Ал ашық жүйе сыртқы ортамен зат алмасу да, энергия алмасу да болып жататын жүйені айтады екенбіз. Кез келген жүйе температурасы, қысымы, көлемі және тағы басқа жағынан ерекшеленетін әртүрлі күйде бола алады. Макро денелердің немесе макро жүйенің термодинамикалық параметрлері немесе термопараметрлері өзгермейтін болса, онда осы дененің белгілі бір күйі жайлы сөз болады. Мысалы, бізде бір денелер жүйесі болсын делік. Ондағы температура әртүрлі мәнге ие болады. Демек, бұл жағдайда біз бүкіл жүйеге қандай да бір белгілі температураны жазып отыра алмаймыз ғой. Сондықтан ондай жүйенің күйін бір тепе-теңдік күйге алып келеміз. Яғни бұндай жүйені тепе-теңдік күй деп айтаймыз. Егер осындай жүйені оқшаулап, өз алдына оқшаулап, өз еркіне қойсақ, онда ол жердегі денелердің температуралары бір-біріне өтеді, жылу алмасу процесі болып, не істейді? Сол бірнеше уақыттан кейін температураның теңелу процесі байқалады. Одан кейін жылу алмасу процесі тоқтайды. Яғни, бұл жерден не орнайды? Термодинамикалық тепе-теңдік күйі орнайды екен. Тепе-теңдік күй деп жүйенің параметрлері, оның барлық бөлшектері үшін бірдей белгілі бір мәнге ие болған күйді айтады екенбіз. Ал құрметті студенттер, тыңдармандар, бүгінгі термодинамикаға байланысты, термодинамикалық параметрлерге байланысты тақырыбымызды тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Келесі сабағымызда көріскенше.